Бүгіннен бастап бұл нандарды ешқандай да базардан, дүкен, магазиндерден сатып алмастан өздеріңіз үй жағдайында өте оңай тәсілмен жасайтын боласыздар. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге қазір ғана осылай беттері қытырлақ, іштері жұмсақ, өте дәмді осындай бұл нандардың рецебін салып қойдым. YouTube Зұлхымардың асханасы. Міндетті түрде барып, көріп, жасап көріңіздер. Өте оңай, ішіндегі құрамындағы заттарды қолжетімді, бүкіл үйде табылатын заттардан жасалынған. Қараңыздар, беттері қытырлақ, іштері өте жұмсақ. Ыстықтай кезінде маймен, сармайлармен және де қаймақтармен жесеңіздер, дәмі деген енді күшті болып шығады. Бүгіннен бастап жасап көріңіздер. YouTube Зұлхымардың асханасы өтіп көрсеңіздер болады. Қараңыздар, кесілуіне өте жұмсақ болып шыққан, әрі дәмді. Осы рецеппен бізде 2 штук булка нан шығады. Бұл жерде бізде дрожжбен жасалынған. YouTube каналыма